Қайырлы кеш қадірлі көрермен, студияда Шерхан Жамбулұлы және сурда аудармашы Шырын Жаңғамбыл әуелі аңдатпа. Екібастұзда жылу беріп жатқан үйлердің саны көбейіп келеді, апат салдарын жою жұмысы жалғасып жатыр. Алматы облысына қарасты Бесағаш ауылының тұрғындары өмірімізге қауіп төніп тұр деп шағымдануда. Оған себеп мына салынып жатқан көп қабатты тұрғын үйлер. Мәселенің мән-жайын мен Нұрсұлтан Тілектес сәлден соң тарқатып айтамын. Қайтарымсыз 5 миллион теңге Абай облысында шағын және орта бизнесті дамытуға арналған өңірлік бағдарлама іске аспақ. Мемлекеттік гранты ұтып алудың жолы қандай? Қостанай облысының Теңіз ауылында кеңседегі қызметін күрекке айырбастап, қаладан ауылға көшіп келген азамат тұрады. Несібесін маңдай терімен тапқан қарапайым еңбек адамының тыныс-тіршілігімен мен Дәуренбек Әбдібек танысып қайттым. Қатардағы доп додасы қыза түсті. Бүгін әлем біріншілігінің плей-офф кезеңі басталады. Топтық кезеңде қай құраманың жолы болмады. Интернет-ретмен Екібастұздың жылу жерлеріндегі апат салдарын жою жұмысы жалғасып жатыр. Президент тапсырмасы бойынша үкімет басшысының бірінші орынбасары Роман Скляр жұмыстарды бастан аяқ бақылап, төтенше жағдай зардабы толық жойылғанға дейін қалада болады. Ресми мәлімет бойынша жылу беріліп жатқан үйлердің саны көбейіп келеді. Өңірге арнай барған тілшіміз Асылбек Данияр рет-ретмен. Жылуды енді беріп жатыр, бірақ енді батареялар енді жылып келе жатқандай. Жанар Науешованың үйіне 7-ші күн дегенде жылу берілді. Бірақ әбден суып қалған пәтердегі температура әлі қалыпты мөлшеріне келмеді. Сонымен қатар Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы көшесіндегі бұл көп қабатты тұрғын үйдің барлық пәтеріне жылу жете қоймаған. Киім шешсек, бәрі тоңамыз. Свет қосамыз, міне обогреватель қосамыз, бірақ оның бәрі міне өшіп қалады. Бір жарты сағатқа шыдай ма, шыдамай ма, одан кейін өшіп жатады. Қаладағы 78 үйдің 48-інде қалпына келтіру жұмыстары аяқталған. Қалған жылудан ажыратылған 28 көп қабатты үйде 36 жедел бригада мен 50 техника қызмет етіп жатыр. Қала әкімінің айтуынша төтенше жағдайға байланысты құрылған кол орталыққа көбіне жылудың өшуі және батареялардың жарылуы бойынша көп шағым түседі. 2000 батарейді жеткіздік. Оны орнатып жатырмыз. Одан басқа тағы да 2000 батарей керек деген қажеттілікті айқындадық. Кол орталығына біраз шағымдар келіп түсіп жатыр. Осы оқиға басталғаннан бері 4,5 мыңға жуық шағымдар келіп түсті. Қала тұрғындар үшін бұрынғыша 14 жылыту пункті жұмыс істеп тұр. Қалпына келтіру жұмыстарының барысы үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың бақылауында. Асылбек Данияр, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Павлодар облысы. Екібастұзда жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Қазір жылуға қосылған үйлердің саны көбейген. Бұл туралы жаңа ғана өткен штаб отырысында айтылды. Толығырақ тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Асылбек Данияр ақпарат беруге дайын. Асылбек, қалада қазіргі ахуал қандай? Кешар Шерхан, төтенше жағдай кезінде жылусыз қалған үйлердің басым бөлігіне шын мәнінде жылу берілді. Қазір 19 үй ғана жылудан ажыратылып отыр. Олардың барлығына жылу беру үшін тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен бірге қазір өзге де қалалардан келген арнайы жұмысшылар сол 19 үйдің жертөлелерінде қыздыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Барлығы бұл жұмыстарға 430 бригада қызметкері жұмылдырылған. Яғни бүгін таң атқалы 9 үйге жылу берілген. Сонымен бірге қала әкімі кеше және бүгін 4 үйде осы жылу қосу кезінде жылу батареяларының жарылғанын айтты. Жалпы осы уақытта келген шығындардың барлығы өтеледі. Сонымен бірге қалыпқа келтіру жұмыстарына барынша көмек көрсетіледі. Жалпы Павлодар облысы әкімінің уақытша міндетін атқарушы Олег Круг бүгін және ертең бар күшімізді салып жылу қосуды аяқтаймыз деген жоспарын айтып отыр. Ал сонымен бірге дәл осы уақытта 46 үйде ауызсу жоқ, яғни құрбалардың барлығы қатып қалған. Сол осы жұмыстар, жылыту жұмыстары аяқталғаннан кейін сол құбырларды ерту басталады. Жалпы дәл қазіргі уақытта жағдай тұрақты деп айтуға келеді. Айта кетейін, осыдан бірер күн бұрын премьер-министрдің орынбасары, сауда және интеграция министрі Серік Жұманғарин осы техногендік апат кезінде зардап шеккен адамдарға олардың баспаналарын қалыпқа келтіруге шығынды
тиісті кәсіпорын өтейтінін айтқан болатын. Қазіргі уақытта арнайы құрылған комиссия өкілдері келтірілген залалды есептеп жатыр. Әзірге оның қанша екені белгісіз. Мендегі бар ақпарат осы. Шерхан, сөз өзіңде. Рахмет Асылбек, біз жалғастырамыз. Жаңа ғана келіп түскен ақпарат, Екібастұзға барлығы 5200 жылу батареясы жеткізілген. Жедел штаб жылу радиаторларын ауыстыру бойынша жұмысты жүргізіп жатыр. Пәтерлердегі ішкі жылу беру жүйесін қалпына келтіру үшін тұрғындар 74 00 41 телефон номері арқылы байланыс орталығына хабарласа алады. Ерболат Досаев Алматы қаласының әкімі болып қайта тағайындалды. Бұл қызметке Бекқали Торғаевтың да кандидатурасы ұсынылған еді. Алайда мәслихат депутаттарының ашық дауыс беру кезінде Досаевты басым бөлігі жақтап, мемлекет басшысының жарлығымен бұрынғы лауазымын сақтап қалды. Елде іске асып жатқан реформалар парламентті күшейтіп, ашықтығын қамтамасыз етеді. Бұл туралы Қазақстанның парламентінің қоғам үшін институционалдық ашықтығы жөніндегі халықаралық конференцияда айтылды. Елордада өткен шараға Сенат, мәжіліс депутаттары мен Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі және парламентаризмді дамыту қорының өкілдері қатысып, заң шығарушы органның ашықтығын қамтамасыз ету жайы талқыланды. Әрі конференцияға Польша, Молдова секілді елдерден спикерлер онлайн қатысып, тәжірибелермен бөлісті. Абай облысындағы Жарма ауданында атасы мен әжесі 3 жасар немересімен бірге аязда үсіп қайтыс болды. Жантүршігерлік жағдайы теріс Таңбал ауылында болған, қаладан келген немерелерін үлкендер қонаққа ерте барған. Куәгерлердің айтуынша, қатты аяз басталғанда тысқа бірінші әжесі, артынша атасы мен немересі шығып кеткен. Кейін олардың өлі денелері ауылдан 50 және 100 метр жерден табылған. Аудандық полиция бөлімі бұл фактіні растап отыр. Қазір тәртіп сақшылары оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Алматы тауларында қар көшкіні жүру қаупі бар. Қалалық төтенше жағдай департаментінің мәліметінше таулы аймақтағы қар жамылғысы тұрақсыз. Тұрғындардың қауіпсіздігі үшін Медеу бөгетінен жоғары Шымбұлақ Эдельвейс тас жолына блок бекеттер орнатылды. Мамандардың айтуынша Алматы маңында 165 көшкін алқабы бар. Оның 18-і Медеу спорт кешенінің төңірегінде, Шымбұлақ тау-шаңғы курорты және үлкен Алматы көлі аудандарында орналасқан. Соңғы бір аптада 24 көшкін тіркелген. Төтенше жағдай қызметі шаһар тұрғындар мен қонақтарынан әзірге тауға шығудан бас тарта тұруды сұрайды. Жеке сот орындаушылар миллиард теңгеден астам қаржыны қалталарына басқан заң өкілдерінің былығын бас прокуратура жария етті. Ондағылар Алматы қаласы мен Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Батыс Қазақстан және Ақмола облыстары сот орындаушыларының соңғы 2 жылда өндірген қаржыларына аудит жүргізген. Сөйтіп 700-ге жуық заң бұзушылық анықталып, 1 миллиард 100 миллион теңгені заң өкілдерінің жымқырғанын анықтап отыр. Мәселен, елордалық сот орындаушының бірі алимент төлемеген әкеден өндірген 289 миллион теңгені өз пайдасына жаратқан. Ал алматылық сот орындаушы борышкерлерден өндірген қаржыны өз депозитіне салып келген. Семей орманы табиғи орман резерватының бастығы мен бірнеше орынбасардың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Қылқан жапырақты орманды қорғауы тиіс мекеме бастықтары қарағайды заңсыз отауға жол беріп пара алған деген күдікке ілінген. Қазір бірнеше лауазымды тұлғаның үстінен іс қозғалып, сотта қаралып жатыр. Орман алқабын отап, ағаштарды жаппай сату, резерватқа бөлінген қаражатты жымқыру әрекеттері азаймай тұр, дейді мамандар. Семей орман табиғи резерватының бұрынғы басшылығы орманның ағаштарын заңсыз шығару фактілері бойынша пара алу және тағы да басқа қылмыстармен әшкереленіп, істері қазіргі таңда қылмыстық іс сотта қаралуда. Алматы облысына қарасты Бесағаш ауылының тұрғындары 2 жылдан бері үреймен күн кешіп келеді. Себебі жер үйлердің қақ ортасынан көп қабатты тұрғын үй кешендері заңсыз салынып жатыр. Ауыл халқы болашақта апат болуы мүмкін деп қауіптенеді. Мән-жайды тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес анықтады. Біздің құқығымызды жерге таптап отыр бұл компания. Талғар ауданына қарасты Бесағаш ауылының тұрғындары үйлерінің маңынан көп қабатты баспана тұрғызып жатқан құрылыс компаниясымен 2 жыл бойы арпалысып келеді. Өйткені компанияның әрекетін заңсыз деп санайды.
Ешқандай да құрылыстық жаңа нормативтерге сақталынып жатқанда біздің күмәніміз бар. Өйткені біздің ара қашықтығымыз өте бізді көңілімізге толмайды. 9 этажды үйлер тура біздің алдымызға әкеп соғып отыр ол үйлердің бәрі. Тұрғындардың сөзінше ауылда биік нысандар салуға болмайды. Бұл қауіпті дейді олар. Бүгінгі таңда аталған аумақта 9 қабатта 11 үй тұрғызылып жатыр. Бұл жерге биік зәулім үй салуға болмайды. Грунттың өзінің сипаттамасы бойынша жерасты сулары бұл жерде өте жақын орналасқан. Ертең бұл үй Құдай сақтасын құлап жатса, жанындағы үйлерді алып кетеді. Сейсмикалық апасының регионында тұрамыз. Құрылысқа жауапты компанияның тиісті құжаттары бар жоғына күмәнданған тұрғындар облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасына шағымданған. Жүргізілген тексеріс қорытындысына сәйкес мекемеге қатысты бірнеше заң бұзушылық анықталыпты. Нақтырақ айтсақ, құрылыс басталғанда компания басшыларының қолында мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы болмаған. Құрылысты тоқтатуға және мәжбүрлі бұзуға талабар жолданған. Сот отырыс барысында процесс болып жатқан кезде тапсырыс беруші мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алып, сонымен қатар басқармаға хабарлама тапсырған. Қазір жинаған құжаттардың бәрі заңға сәйкес заңды түрде жұмыс жасап жатыр. Сот процесі жүрген 2-3 айда құрылысқа жауапты компания барлық құжатын реттеп, тек айыппұл төлеумен шектелген. Бесағаштықтар мұнымен келіспейді, салынып жатқан тұрғын үйдің бұзылғанын қалайды. У нас полностью заключение. Біз жеке меншікке тиесілі жер телімін сатып алдық. Қолымызда тиісті мекемелердің берген рұқсат қағаздары бар. Мемлекеттік сараптаманың оң нәтижесінде алдық. Тұрғындардың аталған аумаққа биік ғимарат салуға болмайды деген сөзімен келіспейміз. Құрылыс жүріп жатқан жер теліміне 12 қабатқа дейін баспана салуға рұқсат етілген. Дәл осы құрылыс компаниясына қатысты дау бұл ғана емес. Алматының Бостандық ауданында биыл қолданысқа берілген тұрғын үй кешенінен де шикілік шыққан. Іргелес жатқан үйдің тұрғындары нысанның биіктігі талапқа сай келмейді деп сот қарызданған. Алматы қалалық әкімдігінің мәліметінше, жыл басынан мегаполисте рұқсат қағазынсыз салынған 9 тұрғын үй кешені анықталған. Алматыдан Нұрсұлтан Тілектес, Ерболат Қуаныш, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық арнасы. Абай облысында шағын және орта бизнесті дамытуға арналған өңірлік бағдарлама іске асатын болды. Бизнесін жүргізуге талпынған тұрғындарға қайтарымсыз қаржылай көмек беріледі. Ұқсас жобалар қазірдің өзінде оң нәтиже беріп отыр. 500 мың мен 5 миллион теңге аралығында субсидия алғандар өз кәсібін дамытып табыс таба бастаған. Үржарлық Бағлан Манабаев қоларбада билеуден спорт шебері, Қазақстан құрамасының мүшесі. Әлемнің әр түкпірінде еліміздің атын шығарған талантты жігіт спортпен қатар шағын бизнеске бет бұрды. Ол үшін мемлекеттен қайтарымсыз грант алған. Қазір фотоға түсіру, өңдеу, мәтін теру мен көшірмелер жасаусында қызмет түрлерін көрсетіп табыс тауып отыр. Нәтиже жақсы, даму бар өйткені алғашында клиент аз болған. Менде компьютердің басы ғана болған, күнделікті жұмыс істеймін, күнделікті клиенттерім келеді, күнделікті табысын табамын. Шағын кәсіп ашуға ұмтылған Қараулы ауылының тұрғыны Сая Күдерина көпбалалы ана ретінде жеңілдіктерге ие болды. 1 миллионнан астам қайтарымсыз грант алып, заманауи тігін машиналарын сатып алған. Жаңадан цех ашып, ол бас аяғы 3 айда табыс әкеле бастады. Машиналарымды алып, өйткені бұрыннан арманым болатын, өзім жақсы көретін тіккенді. Енді қазір қызым да тігеді, бәріміз жабылып, енді сол семьямызбен, енді сол қарқынды тұра баста кеттік жұмысымызды. Аймақта шағын орта кәсіпкерлікті дамыту мен тың бизнес идеяларды қолдау үшін конкурстар тұрақты өткізіліп жатыр. Ол үшін 46 миллион теңге бөлінген. Келесі жылы қаржыландыру 100 миллион теңгеге жетпек. Оған қоса өңірлік бағдарлама қолға алынады деп жоспарланған. Біз даму қорымен бірлесе отырып, қазіргі таңда өзіміздің жаңағы регионалдық бағдарламамызды, өңірлік бағдарламамызды ашуға шештік. Бұл бағдарлама бойынша қазір бюджеттен 300 миллион теңге бөлінген, даму өз тарапынан 900 миллион теңге бөлуге дайын. Абай облысында 47 мыңға жуық кәсіпкер бар. Ұлттық жоба аясындағы бағдарламаларды іске асыру арқылы шағын және орта бизнес өкілдерінің саны алдағы уақытта еселеп артады деген үміт мол. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Кеңседегі қызметін ата кәсіпке айырбастаған азамат Қостанай облысындағы Теңіз ауылының тұрғыны Ербол Қарымсақов мал өсірумен айналысады. Ол 7 жыл бұрын қаладағы қызметін тастап, туған ауылына көшіп келген. Мұндай шешім қабылдауына оның кеңседе қағаз кеміріп айлыққа қарап отырғаннан гөрі несібесін маңдай терлетіп табуға деген құлшынысы себеп болыпты. Мал бағу бейнет емес береке деп есептейтін азаматтың тұрмыс тірлігі жайлы Дәуренбек Әбдібектің репортажы.
Мал баққан адамның белгілі бір жұмыс кестесі жоқ. Сенбі жексенбі демалмайды, таң атқаннан кеш батқанша тыным таппайды. Себебі уақытымен жем суын беріп отырмасаң, малдың күйі көтеді, табыс та болмайды. Өткенде бір концертке бардық, енді өзім мәдениет саласында жұмыс істегесімен ондайлар шараларды сағынып жүреміз енді. Ылғи баруға енді қол тимейді. Ербол Қарымсақов еңбек жолын мемлекеттік қызметтен бастаған 3 жыл облыстық мәдениет басқармасында бас маманның міндетін атқарды. 2015 жылы отбасымен Меңдіқара ауданындағы туған ауылы теңізге көшіп келді. Інісімен бірлесіп шаруа қожалығын құрды. Содан бері жыл 12 ай шаруашылықтың басында жұмыс талғамайды, барлық іске білек сыбанып кіріседі. Өз қолымен еңбек сияқты табыс табатындай жұмыс жасайтынды жақсы көрем. Қара жұмысы да бар енді. Техника жүргіземіз, үйрендік әйтеуір техника жүргізуге енді амалсыздан. Шөп тасимыз, шабамыз, арасында малда бағамыз. Шаруашылықта 50 сиыр, 300-дей қой бар. Соңғы жылдары мемлекеттік бағдарламаға қатысып, мал тұқымын асылдандыруға ден қойған. Малға азық үшін аздап сұлу мен арпа егеді. Қожалықта қазір өзінен басқа сауыншы мен бақташы ғана бар. Жұмыс күші тапшы. Жұмыс істеймін, ауылға көшемін дегендер болса, енді бізге жолуға болады, мысалы, жұмыс орны бар. Үй мәселесі шешіледі, бірақ енді тек қана жұмыс керек, жұмыс істеу керек болды. Ерболдың жұбайы Ванга ауыл мектебінде мұғалім, шаруашылыққа да қолғабысын тигізеді. Жас отбасы үйелмелі 3 бала өсіріп отыр. Үй шаруасын үйіріп әкететін пысық келіншек, отағасы қаладан ауылға көшеміз дегенде бірден қолдапты. Қашпау керек деп ойлаймын ауылдан. Ауылды көркейтуге тырысу керек. Ауылдың жері де құнарлы, әр ауыл киелі ғой өзінше. Сондықтан балаларымыздың таза өнім жеу үшін, таза топырақта жалын аяқ жүгіру үшін ауылда тұрып өсіп өну керек деп ойлаймын. Теңіз ауылында бүгінде 150-ге тарта үй, 800-ге жуық адам тұрады. Егін салып мал өсірумен айналысатын 20-дан аса ірілі ұсақты шаруашылық жұмыс істеп тұр. Соның бірі Ерболдың қожалығы. Қаланың жайлы тұрмысына қызықпай, ауылдың берекелі тірлігін таңдаған жас шаңырақ келешекке сеніммен қарайды. Ақ көйлек қызыл бешпет ау әдем ау ей. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Еуроодақ пен үлкен жетілік елдері Ресей мұнайының бағасын ресми түрде шектеді. Бұл келісімге сай оның бір баррелі $60 аспауы тиіс. Мұндай қадам Ресейді Украинадағы қарулы қақтығысты қаржыландыру мүмкіндігінен айыруға бағытталған. Шектеу шарасы желтоқсанның 5-нен бастап күшіне енбек. Мұнай бағасын шектеу екі мақсатқа жеткізеді. Біріншісі Ресейдің кірісі азаяды. Екіншіден, бұл елдің мұнайын нарықта қалдыру барлық елдер үшін бағаны төмен деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді. Демек, барлығымыз арзан энергия көзіне қол жеткізе аламыз. Оңтүстік Кореяда 10 күн бойы жүк көлігінің 20 мыңдай жүргізушісі жалпыұлттық ереуіл өткізіп жатыр. Оларды шақтап мыңдаған адам ұлттық ассамблея жанына жиналып үкіметтің еңбек саясатына наразылық білдірді. Басты талап еңбекақыны өсіру, жүргізушілердің ереуілінен $1,23 миллион шығын келген. Билік болса жалақыны өсірмейтінін ескертті. Бұған қоса олардан жұмысқа шығуды талап етті. Ережеге бағынбаған жүргізушілерге айыппұл тағу, түрмеге қамау немесе лицензиясынан айыру шаралары қолданылуы мүмкін. Қазақстандық жас қаламгерлердің шығармалары шет тілдеріне аударылып, Еуропа елдерінде жарық көреді. Бұл оң бастама жайлы жазушылар мен публицистердің халықаралық форумында айтылды. Қазірдің өзінде Мұқағали Мақатаев, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Олжас Сүлейменов, Геральд Бельгер сынды қазақтың біртуар азаматтарының 15-ге жуық кітабы ағылшын және француз тілдеріне тәржімаланған. Алматыда өткен ауқымды шара әлемнің 12 елінен ақын жазушылар келді. Қаламгерлер әлем әдебиетінің күрделі проблемаларын талқылады. Қазақ әдебиетінің қазір әлемдік аренада өзіндік орны бар. Қазақстандық қаламгерлер тек ТМД аумағында ғана емес, дүние жүзіне танымал десек қателеспейміз. Осы шарадан кейін бұл елде дарынды жастардың да көп екеніне көз жеткіздік. Бұрын сырттай біліп қана жүрген, өмірімізде көрмеген мықты қаламгерлер лекциялар өткізді. Көп дүние алдық. Осындай шаралар жиі өтіп тұрса, жастардың шығармашылығының дамуы үшін жақсы үлкен үлес қосар еді.
Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Әжан Жармұхамедов өмірден озды. Ол баскетболдан 9 дүркін КСРО чемпионы. КСРО құрамасының сапында 3 мәрте Еуропа чемпионы. 1972 жылғы Мюнхен олимпиадасының чемпионы атанды. Араға 4 жыл салып Монреал олимпиадасында да қолаға қол жеткізді. Таңқты спортшының жетістіктері туған халқының есінде мәңгі қалады. Бүгіндікке келіп түскен ақпараттар легі осындай.